Күні кеше ғаламтордағы ақпараттық сайттар шымкенттік имамдар Рамазан айын кәсіпке айналдырды деп хабар таратқан болатын. Оған Шымкент қаласындағы мешіттерде ауызашар берушілерден имамдардың адам басына 1000 теңгеден ақша жинау себеп болған. Бұған жергілікті халық қарсылық білдіріп, мешіт имамдарынан арада араздықта болған екен. Мысалы, өзім мен әйелмен әкеліп істеймін ба, жоқ әлде біреуді жалдап істеймін, ол менің проблема. Сіздер кеп алып 1000 теңгеден адам басына бересіңдер, 1000 теңгеден берсеңдер өткізесіңдер ауызашар, 1000 теңгеден бермесеңдер өткізбейсіңдер. Қайға барып өткізсеңдер? Сіздер бірінші мешітті өздеріңіз аттарыңызға аударып алыңыздар, одан кейін. Осы жағдайға байланысты облыстың бас имамы журналистерге сұхбат берді. Айтуынша, мешітке ауызашар берем деп келушілер өз жұмыстарынан шығалмаған соң, сол маңда жүрген азаматтарға күзетшіге ақшасын беріп, дастархан жаюын сұрайды. Бірақ көбіне ораза ұстарғандарға жайылған дастархан тапсырыс берушінің көңілінен шықпайды. Салдарынан ауызашар беруге ниет еткендер өкпелеп қайтады. Ондай жағдайлар былтыр жиі орын алған соң, биыл мешіттерге осы шараларды ұйымдастыратын арнайы мамандарды бекіттік. Ниетіңіз болғанмен дастархан жаюға уақытыңыз болмаса, адам басына 1000 теңге төлеп кешкісін дайын асқа келуіңізге болады. Ал дастарханды өзім жаям деушілердің қолынан қақпайды екен. Біз енді білдік, оны мәселен осыған қарсы жаңағыдай бір сөздер басқалар болатынын да білдік, бірақ десек те осыны қолға алайық. Әсте осыны ретке келсін. Ел түсінетін болсалар, бұны негізі бойынша мен өтініш жасаймын. Рамазан айында мейлінше, қандай күнде болсын, дін мәселесінде бір сенсацияға әрекет етіп, ондай бір нәтиже жасаудың керегі жоқ. Мейлінше мәселен барлығына дұрыс түсініп, жете танып отырған дұрыс болады.